Баршаңызға қайырлы күн. Бір жасағаннан ақ өте дәмді әрі ерекше болып шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: ұн, міндетті түрде жылы сүт, жұмыртқа, қант, тұз, сұйық май, ашытқы қажет. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, ашытқымызды салып, жақсылап араластырып алып, тұзымызды және қантымызды, жұмыртқамызды, сұйық майымызды салып, қамыр илеуге кірісеміз. Мінекей булочкамыздың қамырын осылайша әдемілеп илеп алып, аузын жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей менің қамырларым осылай ашыды. Осы қамырларымызды сұйық маймен қайтарып алып, шетінен бір-бірдей болатындай етіп, домалақшалатып бөліп алып аламыз. Домалақшалатып албаған қамырларымызды дәл видеодағыдай етіп жайып алып, біртіндеп шеттерінен дәл видеодағыдай етіп кесіп шығып ораймыз. Барлықтарын орап алған булочкаларымыздың үстіне жұмыртқамызды және макымызды сеуіп, пісіріп аламыз. Мінекей менде осындай әдемі булочкалар дайын болып пісіп шықты. Булочкаларымызды суығаннан кейін бөліп аламыз. Бөлгенде де өте жұмсақ әрі жеугенде өте дәмді болып шығады.